Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай әрі тез дайындалатын, дәмді болып шығатын самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ыдысқа жылы сүтімізді құйып, оған жарты шай қасық тұз салып араластырамыз. Барлығын описаниеде жазып кететін боламын. Unumuzu осылай аз-аздан қосып араластырып отырамыз. Бізге жалпы 500 грамм un қажет болады. Міне қамырымыз жұмсақ болып шықты. Қамырды тең 3 бөлікке бөліп аламыз. Осылай бөлек-бөлек жайып аламыз. Қамыр жұқа болу керек. Қамырды жайып алған соң, ертілген сармайды осылай бір кеске етіп жағып шығамыз. Мен бұнда үйдің сармайын пайдаландым. Осылай ауа қалдырмай орап алып, ыдысқа салып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қалдырамыз. Енді самсаның салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына 300 грамм тартылған ет, 2 бас пияз, дәміне қарай тұз және қарабұрыш саламыз. Міне самсамыздың қамырын тоңазытқыштан алып шықтық. Енді осылай бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Енді салмамызды салып, самсамызды дайындаймыз.
Самсамыздың әдемі қызарып пісуі үшін жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық тұзды араластырып, жағып, оған күнжіт себеміз. Міне самсамыз қытырлап, өте дәмді болып пісіп шықты. Самсаның ең басты ерекшелігі осы қытырлап хрустящий қамырында. Егер рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналымның дамуы үшін каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз.